аузыңнан жағымсыз иіс шықпауын қадағалайсың, иығыңның астынан жағымсыз иіс шықпауын қадағалайсың. Пайғамбар алейхиссалату вассалам айтты, Абу Малик әл-Аш'ари жеткізген хадисте, ат-тухур шатрул иман деді. Тазалық бұл иманның жартысы деді. Тазалық бұл иманның жартысы. Өзің таза емес болсаң, ендеше сен жартылай имандысың. Иманың күшті, кітап оқисың, бірақ таза емессің да. Үстің, үйің, жүрген жерің, отырған жерің, жұмыс орның таза емес. Онда сен жартылай имандысың. Ал отырған жерің таза, үйің таза, жүрген жерің киімің, аузыңнан жағымсыз иіс шықпауын қадағалайсың, иығыңның астынан жағымсыз иіс шықпауын қадағалайсың, аяқтарыңнан, шаттарыңнан қадағалап жүресің өз-өзіңді. Онда қалған иманыңның жартысы кемелсің. Ендеше, құрметті жақсылар, осыған да көңіл бөлу. Міне күн ысып келе жатыр, адам терлейді. Терлеп ұзақ жүріп қалса, үстінен жағымсыз иіс шығады. Осыған көңіл бөлу. Қиын емес. Жуып қоя саласың. Күнделікті, бірақ нәскиің болса да жуып қой. Машалла. Бұл не үшін деген кезде иманымның жартысы ғой бұл тазалығым дейсің да. Сахабилер жаңа киім емес, таза киімге құштар болатын. Ол кісілердің киімдері ескі болатын еді дейді, бірақ таза болатын еді дейді. Сондықтан да киімнің жаңасында мәселе жоқ, бірақ таза болуы маңызды.